Алматыда жолаушылар автобусы өртеніп, артынша жарылып кетті. Видео басталмас бұрын бір ғана лайк түймесін баса кетулеріңізді сұраймын. Автобус автопаркке бара жатқан жүргізушісі сол қозғалыстың бөліміндегі жалынды байқап, жолаушыларды сыртына шығарып, артынша автобус өртеніп жарылып кеткен. Зардап шеккендер жоқ. Биыл әкімдікке жаңа 300 автобус пен 100 троллейбус алмақшы. Ал автопарктер қосымша газбен жүретін 150 автобус сатып алды.